Сәлем қыздар, бүгін біздер таңғы асқа арналған американдық панкейки дайындаймыз. Ол үшін алдымен бір жұмыртқаны жарып аламыз, үстіне қант қосып, жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Барлық ингредиенттердің мөлшері видео астында көрсетілген. Енді үстіне сүт қосамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы қажет. Және де тағы да жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Ұнымызға қопсытқышты араластырып, осылайша илегіштен өткіземіз. Және ұнды біртіндеп тұрып салып араластырамыз. Ұнымызды қосып араластырғаннан кейін ең соңғы ерітілген сары майды қосамыз. Және бізде осындай масса шығуы қажет. Қызып тұрған табаға ешқандай май жақпай панкейктерімізді пісіріп аламыз. Үстінде осындай көпіршіктер пайда болған кезде екінші жағына ауыстырамыз. Сонымен біздің американдық панкейктеріміз дайын. Қалауыңызша осындай жеміс-жидектермен әрлеуге болады. Піскенде ортасы осындай болып шықты, өте дәмді. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана ас болсын.